Достар, сіздерге университетімізде таяуда орын алған ребрендинг жайында түсініктеме бергім келеді. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан Республикасы Сингапур мемлекетінен мемлекеттік басқару бойынша үлгі алып келді. Сингапур мемлекеті даму сатысының белгілі деңгейіне жеткен кезде ұлттық білім брендін қалыптастыру бойынша шешім қабылдады. Бұл тәжірибе сәтті өтті. Осы орайда 2 жыл бұрын мемлекет басшысы қолдауымен елімізде ғылым және жоғары білім министрлігі құрылды. Аталған министрлікке қойылған басты талаптардың бірі ол білім жүйесін жаңа деңгейге көтеру. СДУ университеті Қазақстан Республикасының тәуелсіздік жылдарында қалыптасқан озық оқу орындарының бірі. Оның басты мақсаты дамыған адами капитал құруға үлес қосу. Таяудағы ребрендинг кезінде біздің беделді түлектеріміздің пікірлері ескерілді. Ғылым және жоғары білім министрі бұл бастаманы қолдады. Университет бұдан әрі де елімізге оң пайдасын тиетін патриот азаматтар мен азаматшаларды тәрбиелеуде, білім беруде өз жұмысын жалғастыратын болады. Бізбен бірге болғандарыңызға, баршаңызға алғыс білдіреміз.